Сәлем. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз коклюш. Менің есімім Аружан, мен медицина факультетінің студенті болып табыламын. Коклюш ол кең таралған инфекциялық аурулардың бірі болып табылады. Жалпы коклюш жедел антропонозды инфекциялық ауру. Қоздырғышы бардотелла пертусис, крам теріс таяқшалы бактерия болып табылады. Жұғу жолы ауа тамшылы жолмен жұғады. Ұзақ уақытқа созылатын ұстамалы жөтелмен сипатталады. Жиі 5 жасқа дейінгі балалар ауырады, ересектерді ауырады, бірақ сирек жағдайда. 6 айға дейінгі балаға анасының иммунитет беріледі, но бірақтан 1-2 айдағы балалар да ауыруы мүмкін. Көбінесе тек 5 жасқа дейінгі балалар ауырады, 6 айдан асқан. Коклюштың патогенезіне келетін болса, коклюш, яғни бардотелла пертусис өзінен токсин бөледі. Коклюш экзотоксин деп аталады. Ол жоғарғы тыныс жолдарын зақымдайды. Қанға өтпейді, жоғарғы тыныс жолдарының кірпікшел эпителиінде қоздырғыш адгезия және колонизация жасайды. Тіндердің жергілікті зақымдануы болады, бактерия өзінің токсиндерін бөледі. Жергілікті белгілерінің пайда болу кезеңінде токсиндер бөлінеді, шырыш бөлінуі бұзылады. Коклюш экзотоксині кезбе нервтің афферентті рецепторын тітіркендіреді. Соның әсерінен жөтел орталығында, яғни сопақша мида орналасқан қозу пайда болады. Және де ұстамалы судорожный жөтел осының әсерінен пайда болады. Классификациясы ауырлық дәрежесі бойынша асқынусыз, асқынумен өтетін. Асқынуына біз екіншілік инфекцияның қосылуы немесе созылмалы түріне ауысып кетуі. Клиникалық көрінісі бойынша инкубациялық кезең бұл 7-8 күнді құрайды. Бұл кезде клиникалық белгілері көрінбейді. Продромальды немесе катаральды кезеңі 14 күнге дейін созылады. Бұл кезде құрғақ жөтел пайда болады. Және де құрғақ жөтел бірнеше уақыттан кейін күшейеді. Дене температурасы қалыпты жағдайда немесе субфебрильді болады. Басқа да катаральды, яғни белгілері болмайды, тек қана құрғақ жөтел. Ұстамалы жөтел кезеңі бұл кезде жөтел пайда бола бастайды, яғни дем шығарған кезде, ал дем алған кезде свистящий судорожный выдох между толчками, яғни әрбір дем шығарған кезде толчок, дем алған кезде, яғни толчок болған кезде реприза болады. Яғни бір дем шығарады, сол уақытта жөтелдің тоқтауы. Кейін ұстамалы ерте реконвалесценция кезеңі. Ерте реконвалесценция кезеңінде ол ерте 2-8 аптаға дейін созылады. Ол кезде жөтел қарқындылығы төмендейді немесе жоғалып кетеді. Және де жаңа айтқан ұзақ уақыт жөтел, ұстамалы жөтел кезеңінде ұзақ уақыт жөтелдің әсерінен балада құсу болуы мүмкін, және де қою қақырықтың бөлінуі пайда болады. Соның әсерінен қою қақырықтың әсерінен ода яғни ол тыныс жолдарын бітеп қалады. Жөтел сондай пайда болады. Ал ерте реконвалесценция кезеңінде қақырықтың пайда болуы азаяды, және де құсу да азаяды. Ал кеш реконвалесценция кезеңі 2-6 айға созылатын. Ол кезде қоздырғыштың қозғыштығы жоғары болып табылады. Басқа да бір реакцияларға ауысып кетуі немесе созылмалы түрге ауысып кетуі жоғарғы қауіпте болады. Яғни клиникасына келетін болса, жаңа айтып жатқандай, бірінші құрғақ жөтел, дене температурасы қалыпты жағдайда болады, кейін ұстамалы жөтелдерге ауысады. Баланың сыртқы көрінісіне қарайтын болсақ, онда көздерінен жас ағады, яғни жас ағып тұрады. Дене температурасына көтерілуі кейін 37-38-ға дейін көтеріледі. Және де сыртқы көрінісінде біріншісі беті қызарады, көгереді, потом қызару және қан тамырларының жару, бетінде қан тамырларының жарылуы да мүмкін. Сонымен қатар мойындағы қан тамырларының ісінуі байқалады. Надрыв язычка пайда болады. Және де
өзін бала көп жөтелдің әсерінен тез шаршап қалады, салмағын жоғалтады, әлсіздік пайда болады. Көбінесе жөтел түнгі уақытта пайда болғандықтан балада шаршау пайда болады. Тыңдаған так міне баланың жөтелі кезеңі. Осындай ұстамалы жөтелдер бірнеше бір минуттан бірнеше минутқа дейін созылуы мүмкін. Осы уақыттарда арасындағы апнояға дейін баруы мүмкін, яғни тыныстың мүлдем тоқтап қалуы жөтелдің әсерінен, ауа жетпеуінің әсерінен, немесе құсу пайда болуы мүмкін. Арасындағы демалу уақытта қайтадан жөтел пайда болады. Осындай жөтелмен сипатталатын ауру инфекциялық ауру болып табылады. Және перкуссия жасаған кезде тыныстың тимпанит байқалады. Аускультация жасаған кезде құрғақ немесе ылғалды, хриптарды, сырылдарды естиміз. Асқынуына келетін болсақ, спецификалық асқыну ол өкпе ателектазы, өкпе эмфиземасы, грыжа болады, яғни кіндік немесе паховая шап аймағында, яғни және де ұзақ уақытты жөтелдің әсерінен баланың бүкіл ағзасына әсер етеді, тез ағзаның жұмысына қатты әсер етеді. Соның әсерінен тік ішектің де шығып кетуі байқалады. Және де құлақтағы барабанды перепонка, яғни жарғақ шахтасында диафрагманың да жарылып кетуі байқалады. Және қан құйылу және қанау болады. Сонымен қатар егер де ауыр түрінде болатын болса, апноэ, спазматикалық ауаның жетпей қалуы байқалады. Спазмды жөтелдің әсерінен баланың басына оттегі жетіспейді, соның әсерінен гипоксия пайда болады. Гипоксияның әсерінен неврологиялық асқынулар дамуы мүмкін. Неспецификалық асқыну ол екіншілік инфекцияның қосылуы. Диагностикасына келетін болса, онда эпитанамнез, яғни коклюшпен ауыратын адаммен қатынаста болды ма, соны анықтап алу керек. Жалбасы, бірінші симптомдар қашан пайда болды, қандай да бір дәрілерді қабылдады ма, және прививочный анамнезді анықтап алу керек. Кейін лабораторияға зерттеу жасаймыз. Ол кезде жалпы қан анализі, біз көреміз ол лейкоцистоз және лимфоцистоз. Жалпы зар анализінде қарап көреміз, және де ең негізгі әдістердің ол ПЦР және ИФА, БАКПСФ болып табылады, яғни бактериалдық қандай бактерия екендігін, қандай антибиотиктерге төзімді екендігін анықтау үшін. ИФА-да иммуноглобулин G және иммуноглобулин М-да анықтаймыз. ПЦР кезінде және де ПЦР жасалынады. Жалпы қан анализ, жалпы зар анализ туралы мен каналымда видео бар, қарап көрсеңіздер болады. Келесі рентген әдісі, басқа да аурулармен диагностика жасау үшін жасалынатын әдіс болып табылады. Қандай аурулармен диагностика жасаймыз, яғни қандай ауруға ұқсайды симптомдары. Коклюштың ұқсайтыны ол паракоклюш, онда паракоклюшта қоздырғышы бардателла парапертусис коклюшқа қарағанда жеңіл түрде өтеді. Және де муковисцидозбен диагностика жасаймыз. Инородное тела мен диагностика жасайды. Инородное тела, яғни бөгде дененің пайда болуы тыныс жолдарында ол бірден пайда болады, ал коклюш ұзақ уақыт созылады. Ал осы инородное тела болса, рентген жасаған кезде көрінеді қандай бөгде затта. Еміне келетін болсақ, негізі коклюштың емі ол тек жөтелді азайтуға бағытталған болып табылады. Жөтел болған кезде науқасты жанына жатқызамыз. Сол кезде және тыныс жолдарын аспирация болмау үшін тазалап аламыз қақырықтан. Жөтелді болдырмауға тырысамыз, яғни
оны қатты уайымдатуға болмайды. Бөлменің температурасын қалыпты температурада ұстау керек, 22-24 градуста. Спазмның кезеңіне өткендігін күтеміз. Асқынудың болмауы үшін біз азитромицин, эритромициндерді немесе глюкокортикоидтарды қолдануға болады. Бірақтан оның барлығы тек асқынудың алдын алу үшін қолданылатын ем болып табылады. Және де қабынуға қарсы стероидті дәрілер қолданылады егер температурасы болатын болса. Профилактика ең маңызды болып табылады, өйткені профилактиканы салатын болсақ, онда ауру жеңіл түрде өтеді, мүлдем жұқтырмауы да мүмкін. Вакцина бізде Қазақстанда АКД салынады 2-3 айында, 18 айында және 6-7 жасында, мында ай емес, жас 6-7 жасында, кейін 10 жыл сайын салынып отырады. Егерде коклюшпен вакцина алсақ, онда ол бүкіл әлемдік эпидемияға айналып кетпейді. Өйткені кейбір Қазақстанда бірнеше уақыт, бір айдың ішінде коклюшпен ауырған балалардың саны артып кетуі жағдайлары тіркеліп жатыр. Сол себепті де барлығы өзінің баласы үшін, өзі үшін, өзгелер үшін де вакцина алу керек болып табылады. Оның коклюшпен ауырған балада асқынулары өте көп болады. Менің айтқым келгені осы. Назарыңа рахмет. Каналға тіркеліп қолдау көрсетіп кет.